Біздің планетамызда 7000-нан астам тіл бар. Бірақ осы бір ғана hello сөзі миллиардтаған адамдар үшін ортақ алтын көпір іспетті. Бұл жай ғана сәлемдесу емес. Бұл жаңа әлемге енудің алғашқы коды. Неге біз ағылшынша сөйлеу керек болғанда кібіртіктейміз? Көптеген студенттер үшін алғашқы сөйлем ең биік психологиялық қабырға. Біз грамматиканы білмегеннен емес, қате айтып күлкіге қаламын ба деген үрейден тоқтаймыз. Бұл лингвистикалық шекара. Және сол шекараны кесіп өту үшін бізге техникалық білімнен бұрын сол тілдің логикалық картасы қажет. Қазақ мәдениетінде танысу – бұл үлкен тарих. Біз адамның тегін, руын, шыққан жерін білу арқылы онымен байланыс орнатамыз. Ал ағылшын тілді әлемде танысу – бұл тиімділік заңына бағынады. Онда мен және сен деген екі субъектінің арасындағы қашықтықты секундтар ішінде жою маңызды. Біз екі түрлі әлемді, екі түрлі ойлау жүйесін салыстырып отырмыз. Бүгін біз жалаң ереже жаттауда доғарамыз. Біздің бүгінгі миссиямыз ағылшын тілінің ішкі архитектурасын түсіну. Мен кіммін, ол кім, бұларды бір-бірімен қалай таныстыру керек. Біз бұл жұмбақты шешу үшін нағыз тілдік экспедицияға шығамыз. Егер сіз осы картаның кілтін тапсаңыз, әлемнің кез келген нүктесінде есікті сенімді қағатын боласыз. Дайынсыз ба? Экспедицияны бастаймыз. Кез келген зәулім ғимараттың беріктігі оның іргетасындағы кірпішке байланысты. Тілде де солай. Біз сөйлем құрамас бұрын қолымызда қандай материал барын түсініп алуымыз керек. Бүгін біз танысуға қажетті 10 негізгі кірпішті таңдап алдық. Бұл сөздер жай ғана лексика емес. Бұл сіздің ағылшын тілді ортадағы алғашқы паспортыңыз. Бірінші топ сәйкестендіру. Name және friend. Байқасаңыз, ағылшын тілінде my name тіркесіндегі my сөзі меншік құқығын білдіреді. Бұл батыс мәдениетіндегі жеке тұлғаның маңыздылығын көрсетеді. Ал friend сөзі ағылшын тілінде өте ауқымды. Ол жақын досыңызды да, жай танысыңызды да білдіруі мүмкін. Біз осы сөздерді қалау арқылы алғашқы байланыс нүктесін орнатамыз. Келесі топ статус. Student немесе teacher. Бұл сөздер сіздің ортадағы орныңызды анықтайды. Бірақ ең маңызды кірпіш nice және me. Ағылшындар үшін танысқан кездегі эмоцияны білдіру – бұл этикеттің ажырамас бөлігі. Nice to meet you фразасының ішіндегі әр сөз – бұл сыпайылықтың символы. Сіз бұл сөзді айтқанда, қарсы алдыңыздағы адамға «Мен сізбен байланыс орнатуға дайынмын» және «Бұған қуаныштымын» деген сигнал бересіз. Міне, біздің 10 негізгі материалымыз дайын. Олардың дыбысталуын және мағынасын сезініңіз. Енді бұл кірпіштерді қалай бір-біріне жабыстырып берік сөйлем құруға болады? Ол үшін бізге арнайы цемент қажет. Ол туралы келесі блокта айтатын боламыз. Алдыңғы блокта біз кірпіштерді қаладық, бірақ олар әлі бір-біріне жабысқан жоқ. Оларды біріктіріп, жан бітіретін күш to be етістігі. Ағылшын тілінде бұл етістіксіз ештеңе қозғалмайды. Бұл сөйлемнің жүрегі. Егер жүрек соқпаса, сөйлем өлі. Біздің тілімізде мен мұғалім деп қысқа қайыруға болады. Бірақ ағылшын дүниетанымында кез келген заттың немесе адамның бар болуы міндетті түрде нақты етістікпен бекітілуі тиіс. Енді осы көпірдің қалай жұмыс істейтінін көрейік. Әр есімдіктің өз есігі, өз формасы бар. I әрқашан am арқылы өтеді. Бұл ерекше байланыс. He, she, it үшін біз is формасын қолданамыз. Ал көпше түрдегі we, they және құрметті you үшін are қақпасы ашылады. Бұл математикалық дәлдік. Егер сіз he, are десеңіз, қақпа жабылып логикалық қате пайда болады. Ағылшын тілінде бұл қақпалардың орнын ауыстыру мүмкін емес. Неге біз бұдан жиі қателесеміз? Өйткені біздің миымыз қазақша ойлайды. Бізде мен студентпін дегендегі пін жалғауы етістіктің рөлін атқарады. Ал ағылшындар үшін бұл жеке дербес сөз. Сондықтан танысқан кезде I қанат емес, I am қанат деп айту арқылы біз өзіміздің осы әлемде бар екенімізді заңды түрде мәлімдейміз. Бұл болмыс грамматикасы. Осы үш форма am, is, are сіздің ағылшын тіліндегі алғашқы қаруыңыз. Оларды жаттау жеткіліксіз. Оларды сезіну керек. Келесі блокта біз осы көпірді пайдаланып, бүтін сөйлемдерді қалай құрастыруды үйренеміз. Архитектураның ең қызықты бөлімі жүйеге көшеміз.
Тіл бұл жай ғана сөздер жиынтығы емес, бұл қатаң жүйе. Егер to be етістігі сөйлемнің жүрегі болса, SVO құрылымы оның қаңқасы. Ағылшын тілінде ереже өте қарапайым, бірақ бұл жұтпас сан. Бірінші орында subject, кім, не. Екінші орында verb, не істейді, кім болып табылады. Үшінші орында object, кімді, нені, қалған ақпарат. Бұл ағылшын тілінің ДНК-сы. Осы үштік болмаса, ойыңыз түсініксіз болып қалады. Біздің ана тіліміз өте икемді, еркін тіл. Біз сөздердің орнын ауыстыру арқылы мағынаны емес, тек интонацияны өзгертеміз. Бірақ ағылшын тілінде бұлай еркелей алмайсыз. Мұнда тәртіп бәрінен биік. Егер сіз this my friend is десеңіз, ағылшын тілді адамның құлағына бұл сынған механизмнің дыбысында естіледі. Танысу сәтіндегі this is my friend бұл мінсіз формула. This is my friend. Ешқандай артық қозғалыссыз. Неге біз мұны егжей-тегжейлі талдап жатырмыз? Өйткені сөйлеген кезде ойланбауыңыз керек. Бұл формула сіздің ішіңізде автоматты түрде жұмыс істеуі тиіс. Сіз танысқан кезде грамматиканы емес, қарсы алдыңыздағы адамды ойлауыңыз қажет. Сол себепті осы SVO қаңқасын миыңызға бағдарлама ретінде орнатып алыңыз. Сөйлемнің әр бөлшегі өз орнында тұрғанда ғана сіз нағыз ағылшынша сөйлей бастайсыз. Архитектура дайын, кірпіштерді қаладық, цементті құйдық, қаңқаны тұрғыздық. Енді осы білімімізді нақты өмірлік жағдайда сынап көретін кез келді. Алғашқы диалог экспедициямызға дайынсыз ба? Теориядан практикаға көшейік. Мына диалогқа назар аударыңыз. Али Джонға өзінің досы Айсұлуды таныстырып жатыр. Али былай дейді: John, this is my friend Айсұлу. Байқасаңыз ол he is немесе she is демей this is құрылымын қолданды. Неге? Өйткені ағылшын этикетінде жаныңызда тұрған адамды таныстырудың ең табиғи және сыпайы жолы осы this is көрсеткіші. Бұл таныс болыңыздар дегеннің лингвистикалық баламасы. Ал Джонның жауабына қараңыз. Nice to meet you. Бұл жай ғана фраза емес. Бұл жаңа байланыстың бекітілуі. Енді миымызды жаттықтырайық. Бірінші сөйлем I, Казах. Қай көпірді таңдаймыз? Әрине am. Екіншісі this, my sister. Sister жекеше тұр. Демек is дұрыс. Үшіншісі сәл күрделірек. My parents, teachers. Атана бұл олар, яғни көпше тұр. Сондықтан бізге are көпірі керек. Осылайша біз сөйлемнің қаңқасын қатайтамыз. Ал енді нағыз сынақ. Rapid Reflex бөлімі. Мен қазақша айтамын. Сіз таймер біткенше ағылшынша нұсқасын айтып үлгеріңіз. Дайынсыз ба? Кеттік. Менің атым. My name is. Бұл менің досым. This is my friend. Ол мұғалім. He is a teacher. Танысқанымызға қуаныштымын. Nice to meet you. Керемет. Егер үлгермесеңіз ештеңе етпейді. Бұл рефлекс қайталаумен келеді. Сіздің миыңыз қазір жаңа нейрондық байланыстар орнатып жатыр. Біз бүгін жай ғана грамматикалық формулаларды қарастырған жоқпыз. Біз ағылшын тілді әлемнің есігін ашатын алғашқы кілтті жасадық. Тіл бұл жай сөздер жиынтығы емес. Бұл әлемді мүлдем басқа қырынан көруге мүмкіндік беретін жаңа линза. Әрбір hello бұл жаңа достықтың, жаңа мүмкіндіктің және жаңа тарихтың бастауы. Бүгін сіз сол шекарадан аттап, алғашқы қадамыңызды сенімді түрде жасадыңыз. Есіңізде болсын, тіл үйрену бұл жаттау емес, бұл зерттеу. Біздің мақсатымыз сізді ережелермен шаршату емес, сізге еркін сөйлеудің картасын беру. Егер бүгінгі зерттеуіміз сіздің жолыңызды бір мысқал болса да жеңілдетсе, біздің еңбегіміздің жанғаны. Осы саяхатты бізбен бірге жалғастыру үшін арнаға жазылып, жаңа экспедицияларды жіберіп алмаңыз. Ал енді алған білімімізді бекітетін кез келді.
Sizге кішігірім миссия беремін. Төмендегі комментарийге ағылшын тілінде 3 сөйлем жазыңыз. 1. Есіміңіз. My name is. 2. Қайдан екеніңізді. I am from. 3. Досыңызды немесе жақыныңызды таныстырыңыз. This is my sister, friend. Мен әрбір жазбаны жеке тексеріп жауап беремін. Сіздің алғашқы қадамыңызды көру мен үшін үлкен мәртебе. Келесі экспедицияда кездескенше. Есіңізде болсын. Әлем сіздің сөйлегеніңізді күтіп тұр.